Армысыздар ма құрметті көрермендер, сонымен біздің онлайн сабағымыздың 5-ші күніне келіп жеттік. Бүгін сіздермен бірге өте қызықты бір тақырыптарды өтетін боламыз. Сонымен бастайық. Бірінші біздің бүгін өтетін тақырыбымыз заттардың қайда орналасқанын көрсету, айту үшін қолданылатын конструкциялар. Ағылшын тілінде олардың саны екеу, this және that. Қараңыздар, екеуінің айырмашылығы қалай. Қазақ тіліне this дегеніміз мынау деп аударылады, яғни жақын орналасқан затты көрсету үшін қолданамыз. This is a bear. Мынау аю, сізге жақын орналасып тұр. Егер де аю сізден алыста орналасса, біз that деген сөзді қолданамыз. Мысалға, ол анау деп аударылады. That is a bear. Мынау аю, анау аю, алыста орналасқан. Түсінікті? Жақын болса this, алыста орналасса that деп қолданамыз. Жалғастырайық. Енді, егер де сіздің қасыңызда орналасқан заттардың саны бірнеше болса, яғни көпше түрде болса, біз this және those деген сөздерді қолданамыз. Қараңыздар, егер сізге орналасқан заттар жақын орналасқан және бірнеше болса, біз this деп айтамыз. Ал егер олардың саны бірнеше және олар алыста орналасса, those-ті қолданамыз. Яғни, мына this-тің көпше түрі this болады, ал that-тің көпше түрі those болады. Түсінікті, енді мына суретке қарай. Суретте біз жұмыртқаларды көріп тұрмыз, иә? Бірінші жоғарғы жағында екі жұмыртқа бар. Яғни this is an egg. Мынау жақын жерде тұрған бір жұмыртқа. That is an egg. Анау жақын жерде, алыс жерде тұрған жұмыртқа. Түсінікті, келесі, ал төменде жұмыртқалардың саны бірнеше. Сондықтан these eggs, мынау жұмыртқалар, those eggs, анау жұмыртқалар. Түсінікті, анау және мынау деп айту үшін. Енді практикаға көшіп, осы өткен тақырыпты бекітейік. Сонымен достар, жаңағы өткен тақырыпты тағы бір рет қайталап жіберейік. Is this, that, these, and those. This, that, these, those. Сонымен достар, сіздерге this, that, these, those-тың қолданылуы түсінікті болса, әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен енді практикалық тапсырмаларға көшейік. Қараңыздар, мына баланың қолында қалам бар, иә? Ол қолына ұстап тұр, жақын жерде. Сондықтан біз this is a pencil деп айтамыз. Оның қолында карандашы бар. Жақын өзінің қолында ұстап тұр. Келесі, this is a book. Оның қолында кітап бар. This is a ball. Мынау доп. This is a balloon. Мынау шар. This is a kite. Мынау ұшатын бар тұралық, иә? This is a jar. Мынау ыдыс, иә? Қолданатын. This is a cat. Мынау мысық. Өзінің қолында ұстап тұр. This is my home. Мынау менің үйім. Енді қараңыздар, бұның барлығы оған жақын орналасқан, сондықтан біз this деген сөзді қолданып тұрмыз. This-ін қарап шығыңыздар барлықтарын, түсінікті. Ал егер осы заттар одан алыс тұрған болса, онда біз that-ті қолданамыз. That is my home. Мынау менің үйім. Не үшін that-ті қолдандық? Себебі ол үйден алыс тұр. Түсінікті, қараңыздар. Home is far from me. Үй одан алыста. Сондықтан that is my home-ді қолданып тұрмыз. Ал ол қасында жақын тұрған кезде біз this-ті қолданамыз. This is my home. Түсінікті, that is my home. This is my home. Жалғастырамыз. That is my school. Анау менің мектебім. Алыста орналасқан. That is. School is far from me. Мектеп менен алыста орналасқан, сондықтан мен that-ті қолдандым. Ал егер мектептің қасында жақын тұрса, мен this-ті қолданамын. This is my school. Мынау менің мектебім. Жалғастырамыз. That is my friend. Анау менің досым. The friend is far from me. Досым менен алыста тұр. Егер ол менің қасымда тұрса, мен this-ті қолданамын. This is my friend. Мынау менің досым. Түсінікті, анау менің досым, мынау менің досым. Жалғастырамыз. This is an apple tree. Мынау алма ағашы. Мен оның қасында тұрмын. Егер мен одан алыстан тұрсам, that is a mango tree. Анау манго ағашы. Мен одан алыста тұрмын. Түсінікті, жақында тұрсам this, алыста тұрсам that. Келесі, this is my pencil. Мынау менің карандашым.
That is my pencil. Анау менің қарандашым. Себебі қарандаш екінші суретте алыста тұр. This is my home. Қайталап айтамыз. That is your home. Мынау менің үйім, анау сенің үйің. Жалғастырамыз. Енді көпше түрде these are my pens. Мынау менің қаламдарым, иә? These are my clothes. Мынау менің киімдерім. Оның барлығы оларға жақын орналасқан, сондықтан біз this-ті қолданамыз. These are my balloons. Мынау менің шарларым. These are my toys. Мынау менің ойыншықтарым. These are my books. Мынау менің кітаптарым. These are my erasers. Мынау менің өшіргіштерім. Ал егер де ол заттар менен алысырақ орналасқан болса, ол кезде біз those-ті қолданамыз. Қараңыздар. Those are my pens. Анау менің қаламдарым. Those are my apples. Анау менің алмаларым. Those are my clothes. Анау менің киімдерім. Those are my toys. Анау менің ойыншықтарым. Those are my erasers. Анау менің өшіргіштерім. Яғни олар менен алыста орналасқан көпше түрде. Не үшін those деп қолдандық? Себебі олар бұл заттар менен алыста орналасқан. Those, these. Қайталап айтамыз. These, that, these, those.